таң атты. Өзімнің сүйікті немереме дәмді таңғы ас дайындайын. Ренза құймақтарды, блинчиктерді жақсы көреді ғой. Ренза, ботақаным, тұра ғой. Күн шықты. Ұйқы басым. Тез киініп төменге түс. Вау, апа, сіз мынаны маған пісіріп бердіңіз бе? Таңғы ас үстелдің үстінде дайын тұр. Мен жұмысқа кеттім, кешке дейін үйде ақылды қыз болып отыр. Есікті ешкімге ашпа, жарай ма? Мына мультфильм өте қызық екен. Бірақ тез дәретханаға барып келуім керек, әйтпесе ең қызық жерін өткізіп аламын. Мынау кім? Қап-қара киініп алған. Дәл бір ұрыға ұқсайды ғой. Құдайым-ай, ол біздің үйге қарап тұр. Қорықпа, Ренза, қорықпа. Мүмкін маған көрінген шығар. Жоқ, барып көршіден сұрайыншы, бәлкім ол да көрген болар. Далада адам көп болса, ұры тиіспейді ғой. Сәлеметсіз бе, көрші ағай? Кешіріңіз, сіз жаңа ғана даладан қара киінген бір түрлі адамды көрмедіңіз бе? Нағыз ұрыға ұқсайды. Сәлем, Ренза. Жоқ, ештеңе көрген жоқпын. Ешқандай ұры жоқ бұл жерде. Мен өз ісіммен айналысып жатырмын. Иә, солай. Жарайды онда. Мазалағаным үшін кешіріңіз. Сау болыңыз. Осы көрші ағайға бірдеңе болған ба? Түрі бір түрлі ғой. Мейлі, так уж и біт. Не болса, ол болсын. Бұл не дыбыс? Екінші қабаттан шығып жатыр ғой. Әжем жұмыста. Мен үйде жалғызбын. Барып қарайын. Тоқтаңыз. Мен полиция шақырамын. Кім бұл? Мен ештеңе ұрлаған жоқпын. Көрші ағай, бұл сіз бе? Маска тағып алсаңыз, танымай қалады деп ойладыңыз ба? Сіздің сол баяғы киіміңіз ғой. Бұл жерде не істеп жүрсіз? Иә, Ренза, бұл мен. Кешірші мені. Шынымды айтсам, менің сүйікті гитарам жоғалып кетті. Оны сендер алды деп ойладым. Сосын үйлеріне жасырын кіріп іздемекші болдым. Гитара дейсіз бе? Ха. Неге күлесің? Бұл маған өте маңызды зат еді. Менің ең жақсы көретін гитарам. Мен оны ұрлаған жоқпын. Бүгін таңертең біздің үйдің жанынан даладан тауып алдым. Кімдік екенін білмей, үйге кіргізіп қойғамын. Төменге жүріңіз, көрсетейін. Міне, сіздің гитараңыз. Біз біреудің затына тиіспейміз. Менің гитарам. Ренза, саған үлкен рахмет. Және рұқсатсыз үйге кіргенім үшін өте қатты ұялып тұрмын. Мені кешірші. Мен сені ұры деп ойлап, өзім ұры сияқты кірдім. Көрші ағай, келесі жолы маска киіп, ұры сияқты терезеден кірмей, жай ғана есікті қағып сұрау керек. Гитарамды көрдіңіздер ме деп сұрау соншалықты қиын ба? Алдымен сұрап білу керек қой. Иә, сенікі өте дұрыс. Мен үлкен болсам да ақымақтық жасадым. Енді бұлай істемеймін. Ақылды қыз екенсің. Жақсылығың үшін көп рахмет саған. Оқасы жоқ. Бара беріңіз. Енді гитараңызды жоғалтпаңыз. Сау болыңыз.